116 сабақ. Ғаламшар сипаты. Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Не туралы екенін айт. Күн жүйесінде орналасқан ғаламшарларды алыстан телескоппен бақыладым. Міне қызық. Күннің айналасында ғаламшарлар түзу сызық бойымен күнді айналады. Олар сымдағы дөңгелек моншаққа да ұқсайды. Меркурий мен шолпанды жерден бақылау өте қиын. Астрономдардың зерттеуінше, ғаламшарлар туралы мынандай мәліметтер бар. Қоңырқайдың шамамен 60 серігі бар. Ол ең күрделі сақиналары бар ғаламшар. Жердің табиғи серігі Ай. Ең қызығы, шолпан барлық ғаламшарлар айналатын жаққа кері айналады. Шолпан күн мен айдан кейінгі ең жарық ғаламшар. Уважаемые зрители, для того, чтобы приобрести уроки полностью, со всеми выполненными заданиями и переводом на русский язык, напишите, пожалуйста, на WhatsApp по телефону, указанному на экране.